Саламатсыздар ма, әріптестер? Құралдар мәзірі кері байланыс бөліміндегі өзін-өзі бағалау құралын қалай пайдаланамыз? Ол үшін менің сыныптарым бөліміне өтесіз, сыныптың атын енгізесіз, оқушылардың тізімін енгізесіз, сыныпты сақтау батырмасын басасыз. Біздің сынып пайда болды. Енді құралдар мәзірі кері байланыс бөлімі өзін-өзі бағалау құралын ашамыз. Өзін-өзі бағалау құралын ашқаннан кейін сыныпты таңда батырмасын басамыз. Біздің енгізген сыныбымызда таңдаймыз, кейін бағалауды бастау батырмасын басамыз. Нәтижесінде бізде осындай экран пайда болады. Оқушыларды күтуде. Оқушылар өздерінің ұялы телефондарынан QR кодты оқытып, пайда болған сілтемені басады, немесе өзіңіз сілтемені көшіріп алып, оқушыларыңызға жібересіз. Оқушыларыңыз сіз жіберген сілтемені немесе QR кодты оқытқанда пайда болған сілтемені басқанда, өздерінің ұялы телефондарынан осындай нәтижені көреді. Сыныпты оқушыларының тізімі. Оқушы өзінің есімін таңдайды, мұғалімді күтуде. Ал сіздің экраныңызда таңдалған оқушы Данияр Маратұлы белсенді болады. Осылай барлық оқушылар белсенді болғанға дейін күтесіз, кейін барлық оқушылар белсенді болған соң бағалауды бастау батырмасын басасыз. Нәтижесінде оқушылардың ұялы телефондарында өзіңіз өз бағаңызды таңдаңыз. Экраны ашылады, оқушы өзін бағалайды. Мысалы 10 балл. Сіздің экраныңызда Данияр Маратұлы өзін 10 балмен бағалады. Осылайша әр оқушы өзін бағалайды. Нәтиже аяқталғанда, әр оқушы өзін бағалап болғаннан кейін аяқтау және нәтиже батырмасын басасыз. Нәтижесінде сыныптың орташа көрсеткіші пайда болады. Бағаланғандар 1 оқушы, қалыс қалғандар 21 оқушы.